Бірінші сабақ. Бағалы қағаздар нарығы және биржа. Осы сабақта сіз бағалы қағаздар нарығы деген не? Қор биржасы не үшін керек екенін біле аласыз. Қарапайым сөзбен айтқанда, бағалы қағаздар нарығы дегеніміз бағалы қағаздар, акциялар, облигациялар, фьючерстер және тағы басқа сатылатын нарық. Екі түрлі нарық бар: ұйымдастырылмаған немесе биржадан тыс, ұйымдастырылған немесе биржалық. Осы екі нарықта да бағалы қағаздармен мәміле жасауға болады. Бірақ биржадан тыс нарықта сатушылар мен сатып алушыларға бір-бірін іздеу керек, бағасына келісу керек, мәміле бойынша есептесу керек, заңды түрде ресімдеу керек. Биржалық нарықта сіздер үшін бәрін қор биржасы жасайды. Биржада сатып алушы мен сатушыға мәміле жасау үшін бір-бірін білу, келісім шартқа қол қоюда керек емес. Есептесулер үшін шот деректемелерін анықтап, мәмілені тіркеуде қажет емес. Сондықтан мәміле бірнеше секундтарда жасалады. Биржа бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушы. Ол осы нарықтың қатысушыларын анықтайды, саудаланатын құралдардың тізімін жасайды, қатысушылар арасындағы өзара әрекет ережесін белгілейді. Биржада мәміле бір жерде жасалады, яғни сауда-саттық алаңында, белгілі бір уақытта биржалық сессия кезінде және барлық қатысушыларға міндетті белгіленген ережелерге сәйкес жасалады. Биржадағы сауда-саттықтың келесі артықшылықтары бар. Биржада бір уақытта көптеген сатушылар мен сатып алушылар қатысады. Сондықтан биржада әрбір бағалы қағазға әділетті нарықтық баға қалыптастырылады. Бағалы қағаздары биржада саудаланған компаниялар арнайы рұқсат ету рәсімі листингтен өтеді. Бұл инвесторларды алаяқ компаниялар мен қаржы пирамидалардан қорғайды. Сондай-ақ компанияның қаржылық жағдайын және оның белгілі талаптарға сәйкестігін растайды. Листинглік компанияның мәртебесі бұл жоғары айқындылық мәртебесі болып табылады. Өйткені компанияны басқарудағы барлық өзгерістер, оның қаржылық жағдайы, міндеттемелерінің болуы биржаның сайтында ашық жариялануға жатады. Сонымен қатар листингтен өту фактісі компанияның жоғары сенімділігін растамайды және оның банкрот болу қаупін жоққа шығармайды. Биржа жасалған мәмілелердің орындалуын өзінің сауда-саттық және есептеу жүйесінің арқасында қамтамасыз етеді. Биржада қаржы құралдарының тізбесі үнемі кеңейтілуде. Сонымен Қазақстан қор биржасында 800-ден астам қаржы құралдары бар. Тек бағалы қағаздарды ғана емес, шетелдік валюталарды да, сондай-ақ туынды қаржы құралдарын да сатып алуға болады. Мысалы, валюталарға, акцияларға, фьючерстер және кассе индексі. Қазақстан қор биржасында алынған бағалы қағаздар бойынша кірістер салықтан босатылатындығын ескеріңіздер. Бірнеше нарықтың болуы инвесторларға қаржыны тиімді басқаруға мүмкіндік береді. Сіз мысалы акциялар сатып алу, теңгені долларға айырбастау және еуро облигацияларды сатып ала аласыз. Осы сабақта сіз бағалы қағаздар нарығы деген не және қор биржасы не үшін керек екендігін білдіңіз. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ қойыңыздар.